Мен Алматы облысы Ақсу ауданы Алтынарық ауылы Қаракемер орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Разбаева Қарлығаш Нұрахметқызы. Сіздермен өтетін пәнім қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Ортақ бөлім су тіршілік көзі. Оқу мақсаты есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Ортақ тақырыбымыз су тіршілік көзі болғандықтан мәтінді мұқият тыңдайық. Сөйлем ішінен сан есімдерді тауып отырып, ішімізден қайталап отырайық. Су тіршілік көзі. Адам тамақ ішпей айдан астам өмір сүре алады, ал сусыз 3 күнге де шыдай алмайды. Су барлық өсімдіктер мен жануарлардың ағзасының құрамына кіреді. Адамның тамағына және ішуіне 2-3 литр су қажет. Біз күнделікті тамақта қолданылатын картопта 80%, алмада 85%, сәбізде 90%, балықта 75%, қиярда 95% су болады екен. Сөйлем ішіндегі сан есімдерді балалар ажыратайық. Кәнекей 3, 2, 80, 85, 90, 75, 95. Жарайсыңдар, өте жақсы тауып алдыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты балалар, видеоға назар аударайық. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңыз шаға, не деген көп санды, мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмыздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-ші. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-ші, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмыздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Ал балалар, видеоны жақсы түсініп алсақ, видео бізге сан есімді еске түсірді және бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша мәлімет берді. Су тіршілік көзі мәтініндегі сан есімдер есептік сан есімдерге жататынын білдік. Ендеше
түбір күйіндегі кез келген сан есім есептік сан есім деп аталады екен. Олар 3, 2, 80, 85, 90, 95, 75. Өте жақсы айттыңдар. Ал реттік сан есім дегеніміз заттың реттік қатарын білдіреді екен. Оның сұрағымен де таныс болдық. Нешінші деген сұрақ қойылады екен. Жасалу жолы реттік сан есім есептік сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғану арқылы жасалады екен. Өте жақсы түсініпсіңдер балалар, жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырма диалогқа назар аударайық. Айдос, сен қалада оқисың ба? Жоқ, мен ауылда оқимын. Ауылда мектебің қанша қабатты? Ауылдағы мектеп 3 қабатты. Сен нешінші қабатта оқисың? Мен 2-ші қабатта оқимын. Нешінші сыныпта оқисың? 3-ші сыныпта оқимын. Сенен басқа үйде тағы оқушылар бар ма? Иә, менің 2 ағам, 1 қарындасым оқушы. Олар 7-ші, 5-ші, 1-ші сыныптарда оқиды. Сыныбыңда үздік оқушы көп пе? Менің сыныбымда 6 үздік, 4 екпінді оқушылар бар. Рахмет, өте керемет. Жоғарыдағы диалог бойынша балалар кестені толтырамыз. Есептік сан есімді, реттік сан есімді ажыратамыз. Уақыт берем, кәне бастай қойыңдар. Ал балалар, сендер есептік сан есім мен реттік сан есімдерді өте жақсы ажыраттыңдар деп ойлаймын. Кәне тексеріп көрейікші. Есептік сан есімдерді атайық. 3, 2, 1, 6, 4. Реттік сан есімдерді атайық. 2-ші, 3-ші, 7-ші, 5-ші, 1-ші. Жарайсыңдар, керемет орындадыңдар балалар. Су тіршілік көзі бойынша балалар, сендерге мен көптеген мақалдар дайындадым. Соның ішінен есептік сан есімдерді тауып, реттік сан есімдерге айналдырып, дәптерлеріңе жазып аласыңдар. Ал кәнекей бастап оқиық. 7 күн жауған жаңбырдан желіп өткен су артық. 1 кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. 60 күн тасыған су 6 күнде қайтар. 2 кеменің басын ұстаған суға кетеді. Су байлық 6 айлық, қар байлық 3 айлық. Ал жазамыз дәптерімізге. Ал балалар, енді жазғанымызды тексеріп көрейік. Есептік сан есімдер 7, 1, 60, 6, 2, 6, 3. Есептікті реттікке айналдырамыз. Қалай жаздық балалар? 7-ші, 1-ші, 60-шы, 6-шы, 2-ші, 6-шы және 3-ші. Керемет орындапсыңдар балалар. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызға байланысты балалар, мына ссылка арқылы видеоны толық көрулеріңе болады. Жақсы балалар, осы сабаққа байланысты Торғай ТВ каналынан сандарды бірге қайталап отырып, өлеңді бірге айтып, есептік сан есімді реттік сан есімдерге айналдырып отырайық. Видеоны тамашалайық балалар. Сандарды жаттаймын алақай, санаудың да келді кезегі. 1, 2, 3 балақай, қайталаймыз асықпай. 1, 2, 3, 4, 5,
Сабағымызды аяқтай отырып, жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс жасаймыз. 4 цифрын жібереміз, яғни жақсы түсіндім деген оқушылар. Егер түсінсеңіз, 3 цифрын жібереміз. Әлі де сұрағым болса, 2 цифрын жібереміз. Мүлдем түсінбесеңіз, 1 цифрын жібереміз. Кері байланыспен жұмыс жасауға дайынмын. Сіздерден кері байланысты күтемін балалар. Назар қойып тыңдағандарыңа көп рахмет.